Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Сіздердің алдарыңызда көптен бері шықпай қалдым. Белгілі бір себептерге байланысты. Қазақта мақал бар. Қол сынса жеңнің ішінде, бас сынса бөріктің астында деп. Бұл жерде бас аман, 12 мүшесі ау, бірақ бетіміз осылай көгеріп тұр. Оның да бір өзінің себебі бар. Себебі айтпасқа болмады. Не қылам жария қылып дейін десем, сондай бір келеңсіз жағдай болды. 24 апрель күні Тараз-Шымкентте тас жолында келе жатып, кейін видеоның соңында сіздерге келтіремін. ГАИ оқиғасы, ГАИ қызметкерлерінің сол оқиғаны қалай әсірелеп жасырып жеткізгені жайлы. Жол көлік апаты болды. Үлкен кәдімгі Тараз қаласының айналып өтетін айналма жолда үлкен көпір бар. Көпірде төбесінде неше түрлі камералар тұр. Ол жерде ешкім үлкен жылдамдықпен жүрмейді. Оны жүргізушілер біледі. Содан төмен түсіп, жуалы жерінен Таразға үйіме қайтып келе жатқанда, тура оң жақ тұсымда Полевойстан дейтін шаңды бір көше бар. Сол жерден бір қызыл мәшине атып шықты. Артымда келетқан мәшинелер, алдымда келетқан мәшинелер көріп келе жатыр. Жоғарғы жылдамдықпен атып шықты да жолымды бөгеді. Мен енді келіп тұспа-тұс тура водитель жерден соғатын болғандықтан, ананы соқсам ұрып өлтіріп қоямау мәшинемен деп, менің қателігім сол болды. Қарсы бетке шығып кеттім, мәшинені бұрып жібердім. Сол жерден көріп келе жатырмын, үлкен аппақ әдемі КамАЗ келе жатты. Енді КамАЗға барып соқтықпайын деп оңға қарай бұрғанымда, әрине сол инерциямен жолдың шетіне секіріп, бір-екі талға соғылғаннан кейін аударылып, қалың ағаштың арасынан бір-ақ шықтым. Сымылдамды қанша жерден айтқанмен, тормоз басқанмен болмайды екен, инерциямен кетіп қалды. Есімді жоғалтқан жоқпын, сымылда дегенмен де аяқ қолым сау екен. Қазақтың жігіттері жолда жүрген жүргізушілерге көптен көп рахмет. Жүгіріп келіп шығарып мені. Біреу су әкеп жатыр, біреу звондап жатыр телефонда, жедел жәрдемге звондап жатыр. Жолдың жиегіне сол ағаштардың тұсында отырмын. Сөйтсем, жаңағы қызыл мәшинем көлігін бұра салып, жоғары қарай Шымкент жаққа қашып бара жатыр екен. Оны байқаған артымдағы мәшинелер де тоқтап қалды. Алдымдағы келе жатқан КамАЗ басып озып, жаңағы көлікті көпірдің шетіне қарай ығыстырып қысып жүргізбей қойды. Артынан бір үлкенірек джип сияқты мәшине келіп, ол да қысты. Оларға көптен көп алғысымды білдірем. Себебі ананың қалай менің жолымды кескенін, сол аварияны жасағанын көріп келе жатқан жүргізушілер қысты. Содан ГАИ қызметкерлерін күттік. Мен жолдасыма звондап, олар келгенше біраз уақыт өтті. Біраз уақыт тұрып, жаңағы жүргізушіні өздеріне салып алып, менің тұсыма келді де, енді сіз ауызша айтыңызшы деді. Не болғанын деді. Бір-екі жігіт. Жаңағы мен өзім жедел жәрдемде 40 жыл жұмыс істеген адаммын. Жедел жәрдемнің жігіттері келіп, қыз бен жігіт келіп жағдайым сұрап, бәрін көрсетіп жатыр, көріп жатыр. Бізде жедел жәрдем қызметі де 02, 01, 03, 04 болсын, бізде жаңағындай ақпараттар береміз. Сол ақпаратты беру үшін аты жөнін сұрауға барып еді, ол жүргізуші өте мас күйінде деді. Сөйлей алмайтын адам деді. Бірақ бір-екі ауыз сөз сұрады да, ГАИ қызметкерлері кетіп қалды. Әшейін кезде қалада бір-екеуі тұмсығымен соқтығысып қалса, не істейді? ГАИшниктер келеді да жолды сызады, дөңгелектің қалай тұрғанын, мәшиненің бағыты қалай тұрғанын, кім кінәлі екенін анықтайды ғой. Онда ештеме болған жоқ. Балам өте алысқа жол жүрейін деп тұрған, сол күні ертесіне жол жүріп кетті. Өз жұмыстарымен басқа елге, Грузия еліне. Мені туған туысқандарым әрине шошып, больницаға апарып, сізде ештеңе жоқ, сүйегіңіз сау, КТ түсіріңіз деді.
МРТ болмайды, себебі менде кардиостимулятор тұр. КТ-ны түсіріп едік, ертесіне аласыздар деді. Сонымен қайтарып жіберді. Міне 8 күн өтті, зардабы сотрясение мозга деп апарғанмен жатқызбағаннан кейін өзім платно қаралып жүрмін. Көзім ауыра бергеннен кейін окулистке бардым, одан невропатологқа бардым, одан кардиологқа бардым. Айтайын деген мәселе ода емес. Айтайын деген мәселе, кейін балам сұрастырып, өзінің одноклассниктері бар, таныстары бар, сұрастырса, жоғарғы айтқанымдай, жол көлік апат оқиғасын сол жерде болған мені кінәлі қылып санап, жаңағы рөлге ие болмай қалған адам сияқты қылып көрсетіп, алдымды кескестеп, жолды бөгіп, авариялық жағдай туғызған адамның машинесінің нөмірі жоқ, мемлекеттік нөмірі жоқ машине жолды кескен, сөйтіп мен өзім шығып кеткен ретінде мені кінәлі қылып отыр. Ешқандай жазу сызу болмаған. Таныстар арқылы сұрастырсам, наркологияға апарылмаған. Кейін күйеуім барып сұраса, біз 15 суткаға қамадық, машинесін қойып қойдық штраф стоянкаға. Бұл кісіге тек қана лишение прав болады деді. Содан бері міне тұмауда тидім, ауырып қалдым. Менің айтайын дегенім, осындай бассыздық, көзсіздікке қалай жол беріп отыра береміз? Сіздер ештеңе істей алмайсыздар деді. Енді 60-тан асқанша біраз тамыр таныс бар ғой, сұрастырсақ, сіздер ештеңе істей алмайсыздар. Страховканы қанша жерден төлесеңіздер де, анау машинеге ештеңе болмаған, ең болмаса бір царапина жоқ. Жол көлік апаты болған кезде екі машинеде зардап шегіп бір жерлері сынады ғой, ауада онда ештеңе жоқ. Сізге ештеңе төленбейді. Себебі ондай болмаған деді. Мен сонда анау кісі тура алдымнан кес-кестеп келіп өткен кезде мен оны өлтіріп алам ба? Мойыма қан жүктеп кетем ба? Мен өзімді ойлаған жоқпын, ана кісіні ұрып тағы да бірдеңе болып қала ма деп қарсы бағытқа шығып кетіп отырмын ғой. Одан КамАЗ келе жатыр екен, оның астына кіріп кетпейін деп оңға бұрғанымда, әрине жолдың шетіне шығып кеттім. Негізі правоны алғаныма 20 жыл болды, 19 жыл болды. Арасында перерывтармен айдағаныма 7-8 жыл болды. Әйел адам негізі ұқыпты жүруге тырысады. Оны жолда жүрген водительдер де біледі. Міне бассыздық. 194 деген 13-ші регион, әрине Чимкентский вариант. Чимкенттің автокөлігі. Машинені алып кетуге барған балам да, күйеуім де айтады. Сол Айша Бибі округінің әкімімін деп әкім келді дейді. Ой, бұл жездемет таксовать етіп жүретін еді деп бір жігіт келді дейді. Ол жол апат көлігіне әкімнің не қатысы бар? Ішкен адамды ішті деп неге жазбайды ГАИ-дің қызметкерлері? Ішіме симай отқандықтан сіздермен бөлісіп отырып, не ақыл айтасыздар? Кімге жазсам болады? Неге мен оның жәнін алып қалу үшін өзім жол апат көлігіне ұшырап отырмын? Әрине машинам түкке жарамай қалды. Құдайға шүкір дейміз ғой, шүкіршілік етеміз. Бала шағам қуанды, түгел қызметке бұрын істеген қызметкерлер, әріптестер, жора жолдастың бәрі қазақбайшылық қой, келіп көңілім сұрап, жағдайым сұрап, Құдайға шүкір де жетінен тараттық. Енді осы мал базардан Құдайы таратамыз деп тыпты шүкір қылып отыра берейін десе, мынандай бассыздыққа, әділетсіздікке бір таныс апайым бар еді. Сен білесің ғой, біз қай жерде өмір сүріп атқанымызды. Біз әділетсіз Қазақстанда өмір сүреміз. Сен ештеңе дәлелдей алмайсың деді. Солай. 13-ші регионның не соншалықты бір керемет әсері бар ма? Жоқ, мынау біздің үкіметтің заманның органдардың ішкі істер министрлігіне жазам ба, білмедім. Енді жіберермін. Себебі бұндай әділетсіздікті басында бірінші рет көріп отырмын. Жасым 61-ге келді, зейнеттемін. Шүкір дедім.
бірақ мына төмендегі гаи қызметкерлеріне не жоқ десеші. Бәрі сатылып кеткен дүние болып тұр ғой. Біздің жерімізді қалай бөліп Назарбаевтың туған туысқандары бөліп алды. Ойбу, оказывается, түп тамырымызбен шіріп жатқан заманда өмір сүріп жатыр екенбіз. Міне, мендегі болған жағдай осындай. Не ақыл айтасыздар? Ұятсыз. Құдайдан тапқыр бүйтіп қалсын, сөйтіп қалсын деп қарғағым келмейді. Жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады деген. Құдайдың көзі тура болсын деп отырмын, бірақ ішіме сыймағандықтан осыны жолдап отырмын. Әділетсіз Қазақстанымыз. Халқым аман болсын, басқа не деймін. Сау саламатта болыңыздар.